Еңбекші ауылының 11 сынып оқушысы Дархан Игілтайұлы 21 ғасыр көшбасшысы зияткерлік додасында Жетісу облысы бойынша жеңімпаз атанып, республикалық зияткерлік сайысқа жолдама алды. Білім бәйгесінде облысымыздың намысын қорғайтын Дархан болашақта ұшқыш болуды армандайды. Армысыздар, назарларыңызда Жаркент жаңалықтары. Білім мен спортты қатар алып жүрген Дарханның арманы өзінің туған еліне қызмет ету. Ербол Сыпатаев атындағы орта мектепте 11 сыныпта оқитын озат оқушы математика және физика пәнін жақсы көреді. Бұл өзінің арманы ұшқыш болудағы таңдаған сабағы. Ал бұдан бөлек көркем шығарма, өлеңдер жаттаумен қатар сурет салуды ұнатады. Қазақ батыры ақын Махамбет Өтемісұлының 110 өлеңін жатқа біледі. Оқуынан бөлек үйде інілеріне сабақ үйретіп, отбасына көмектеседі. Күні кеше өткен 21 ғасыр көшбасшысы атты республикалық олимпиадада, яғни зияткерлік ойынында бәрімізде облыстық кезеңде әділ өтті деген ойдамыз. Жалпы біздің Жетісу облысынан 5 бала іріктеліп республикалық кезеңге жолдама алған болатынбыз. Махамбеттің, Мұқағалидың және Мұхтар Шахановтың өлеңдерін сүйіп оқимын және соларды жатқа оқимын. Өзіме де осы физика, математика бағытында болсам да әдебиет саласы мені қатты қызықтырады. Болашақта өз мамандығым бойынша еліме қызмет ететін, жалпы қандай мамандыққа түссем де, ең бастысы елімнің атын осы бүкіл әлемге танытатындай азамат болғым келеді. Махамбет Өтемісұлы енді батыр болғаннан кейін, бір жағынан ақын болғаннан кейін, оның көптеген өлеңдері біздерге беймәлім. Оның 110 шақты өлеңін білемін. Ең бастысы ата-аналарымыздың арқасында осындай жетістікке жетіп отырмыз. Бізді өсіп тәрбиелеген, бізді өсіп өсірген ата-анамызға мың алғыс айтамыз. Бала кезден ғылым мен түрлі салаға қызығып өскен Дарханның болашағынан ұстаздар да, ата-анасы да зор үміт күтетінін айтады. Дарханның әжесі де әрдайым немерелеріне ақ батасын беріп, тілеуін тілеп отырады. Немерем менің өз балам атым кім еді? Дархан. Оқуға озат бол балам, немерем. Өркенің өссін, өрісің кеңсін. Оқуды озат болып, жақсы болып, әке шешеңнің қасында қолғанат болып, Алла тағала өмір берсін.